Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Каналды қолдап, қазақша контенттің дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Адам қай жаста болмасын дұрыс тамақтана білуі керек. Қазақ ата-бабамыз ауру астан деп бекер айтпаған ғой. Дәрігерлер де өз кезегінде әр жаста дұрыс тамақтанудың өз тәртібі мен әдебі бар екенін айтады. Әсіресе қартайған шақта тоя тамақтану, ащы, тәтті тағамдарды көп пайдалану, қара шай, қою кофе, спиртті ішімдіктерді ішу өте зиян. Ал керісінше жасыңызға сәйкес дұрыс демалып, тамақтанып, күтіне білсеңіз және өзгелерге жақсылық жасап, өкпе ренішсіз, тату-тәтті өмір сүре білсеңіз, ол сізді жасарта түседі. Адамдардың ерте қартаюы немесе егде тартқан кезінде өзін жас, сергек сезінуі өмір салтына тығыз байланысты. Мамандардың ақыл кеңесіне назар аударып көрейік. 40 жастан кейін, дәл осы жастан бастап адам ағзасында қартаю процесі жүре бастайды. Алғашқы ақ шаш және бетке әжім түседі. Сыртқы келбетте осындай өзгерістер болып жатқанында ішкі ағзаға да қартаюға бейімделеді. Зат алмасу процесі баяулап, май қабаттары өседі және бұлшықет жұмысында өзгерістер пайда болып, денеге артық салмақ қосылады. Салмақ артуы байқалысымен-ақ тамақтану тәртібін өзгертіп, реттеу аса маңызды. Осы кезде пайдасы аз азық-түліктер мен калориясы жоғары тағамдарды тұтынуды азайту керек. Керісінше құрамы дәруменге бай жеміс-жидектерді, көкөністерді, теңіз өнімдерін көбірек тұтыныңыз. Осы тәріздес тағамдар арқылы ағзаны қажетті минералдармен, дәрумендермен қамтамасыз ете аласыз. Ең бастысы ескерте кететін жайт, 40 жастан асқан соң спирттік ішімдіктерден бас тартып, темекі шегуді доғарыңыз. Міндетті түрде спортпен шұғылдануды бастаңыз. Не болмаса, күніне 10 мың шақ, яғни 10 мың қадам жүруді әдетке айналдыру керек. Ал 50 жастан кейін кез келген дені сау адам осы жасында артық салмақ қосуға бейім болады. Артық салмақ кесірінен диабет, жүрек қан тамыр және қатерлі ісік ауруларының пайда болу қаупі күшейеді. Ал одан құтылудың ең тиімді жолы ол дұрыс тамақтану. Олай болса, толыққанды майлы және қышқыл тағамдардың әсері жүрек пен қан жолдарына зардап келтіретінін ешқашан естен шығармаған жөн. Ет, шұжық, сүт айраннан жасалған өнімдер және түрлі тәтті пісірмелердің мөлшерін сәл азайтқан дұрыс. Оларды мүлден аузыңыздан алмаңыз демейміз, тек шектен тыс асыра пайдаланбаңыз. Яғни бұл тағамдарды біртіндеп шектеп, ем дәмге ауысқан өте пайдалы. Ет жегенде майы аз түрлерін таңдаңыз және жұмыртқа жеуді барынша азайтыңыз. 50 жастан асқан соң балық жеген өте дұрыс. Балықты аптасына 2 рет тұтыныңыз. Осы жастағы әйелдер қауымында климакс басталатыны, сүйектеріндегі талшықтар әлсірейтіні белгілі. Сүйекті нығайту үшін құрамы кальцийге бай сүт, йогурт, ірімшік, сүзбе, қызылша және жаңғақты ас мәзірінде көбірек тұтынған абзал. 50 жастан асқан соң таза ауада көп серуендеп, теңіз өнімдерін тиісінше көбірек тұтынғаныңыз жөн. Ал жасыңыз 60 және 70-тен асқан болса, осы жасқа дейін дұрыс тамақтанып келген адамның қарттық туралы ойлануына әлі ерте. 60 жасында көп адамдар өте белсенді және еңбекқор, күш-қуаты мықты болып келеді. Көп ашуланбау, жүйкесін сақтау, салауатты өмір салтын ұстану көп көмектеседі бұл жаста. Бұл жаста адамдар дене шынықтырудан, спорттан және күш түсірмес қол еңбегінен қашпауға тиісті. Табиғатта жиі серуендеп, балық аулап, суда жүзген көп пайдалы. 60-тан асқан соң Д дәрумені, кальций, фолий қышқылы азаяды. Содан бастап остеопороз, атеросклероз дертіне шалдығу қаупі күшейіп бастайды. Ми жұмыс істемесе тоза бастайды және ол барлық ағзаға кері әсерін тигізеді. Сол себепті ерінбей, жазу, ойлау, оқу тәрізді жұмыстардан бас тартпаңыз. Бір мезгіл күніне бір газеттің бетін оқысаңыз да, ол сіздің миыңыздың дұрыс жұмыс жасауына көп көмегін тигізеді. Бұл кезде жемістер мен көкөністерді көбірек жеп, шөлдемесе де су ішіп, ағзаны қажетті сұйықтықпен кемінде 1 литр қамтамасыз етіп отырған дұрыс. Ең бастысы адам 60-тан астым қартайдым деп ойламау керек.
қарттықты мүлдем мойындамауы тиіс. Бұл жастан асқан соң үй ішінің тірлігін біржолата балаларына тапсырып, жақсы дем алып, мәдени, көңілді тынығуды және жылына бір рет демалыс орталықтарына, яғни санаторийге барып, денсаулығын тексертіп, қажетті емдерді қабылдап отырғаны өте жөн. Қартаю уақыт факторларының әсерінен организмде болатын өзгерістер. Дегенмен, дененің қартаю процесін тоқтату мүмкін емес, бірақ оларды баяулатуға болады. Жасы үлкен және қарт адамдардың тамаққа шектеу немесе өлшемі болуы керек. Және айта кетерлік мына қағидаларды ұстанғаны дұрыс. Соның ең біріншісі тұзды шектеу. Дүниежүзілік денсаулықты сақтау ұйымы алдыңғы біздің видеоларда айтып кеткендей, күніне адам баласы 5 грамм тұзды пайдалану қажет деп айтқан. Енді қарт кісілер тұздың одан да жарты мөлшерін пайдалануға тиісті. Бақылауларға сәйкес, егде жастағы адамдар дәмнің сезімталдығын жоғалтады. Сондықтан олар жиі ас тұзын көп мөлшерде қолданып кетеді. Бұл көбіне бүйректің ісінуіне, гипертонияға, яғни давлениенің көтерілуіне және ауыр стресске әкеледі. Мұндай салдардың алдын алу үшін тұзды шектеулі мөлшерде қолдану керек. Және екінші айта кететін жай бұл су. Суды жеткілікті мөлшерде ішу. Бұл ережені елеусіз қалдырмаңыз, өйткені жасушалардағы сұйықтық мөлшері жасқа байланысты айтарлықтай төмендейді. Сондықтан ағзадағы су балансын бақылау өте маңызды. Сіз күніне кеміне 1 немесе 2 литр су ішіңіз, бірақ су ішу мөлшерін жатар кезде емес, күннің азанғы обедкі уақыттарында ішкеніңіз жөн. Сонымен қатар балықтың майы, ол мәзірде үнемі болуы керек, себебі оның құрамындағы қанықпаған май қышқылдары бар. Олар қабынуды жеңілдетеді және ревматоидты артрит ауырсуын жеңілдету көмектеседі. Форель, лосось, скумбрия балық майына өте бай. Сонда ең атап өтетініміз бұл кальций. Себебі егде жастағы адамдардың жиі кездесетін сүйектерінің сынғыштығын болдырмау үшін кальцийді үнемі енгізуіміз керек. Кальцийді сіз тамақпен бірге ала аласыз, не болмаса қазіргі таңда хит болып кеткен бат өнімдерін пайдалану арқылы кальцийдің мөлшерін ағзаңызға жеткілікті түрде енгізе аласыз. Біз жаңағы айтып кеткен кальций ол минерал болып табылады. 50-60 жастан асқан адамдардың ағзасы үшін қандай дәрумендердің маңызы бар? Дәрумендер деп отқанымыз бұл витаминдер. Бірінші очередьте D витамині тұрады. Бұл қарт адамдарда сүйектен жуылатын кальцийді сіңіру үшін қажет. Нәтижесінде олар нәзік болады және сыну қаупін төмендетеді. Сонымен қатар D дәрумені қарт адамның денесіне суық тиюге қарсы тұрады. Екінші айтатын дәрумен бұл В2. Бұл дәруменнің жетіспеушілігі мен көру және жүйке жүйесі әсіресе зақымдалады. Сонымен қатар ағзаның инфекцияларға төзімділігі төмендейді. В12. Бұл заттың жетіспеушілігі ми мен жүйке жүйесінің қайтымсыз бұзылуына әкеледі. 70-80 жастағы психикалық бұзылуларға, депрессияға және қарттық алжырауға В12-ның жетіспеушілігі себеп болатыны туралы дәлелдер бар. Бұл витаминді үнемі қабылдау есте сақтау қабілетіне пайдалы. Бұл 70 жастан асқан зейнеткерлердің көпшілігіне әсер етеді. Сондай-ақ В6 витамині егде жастағы адамдарда жиі кездесетін иммундық проблемаларды болдырмауға көмектеседі. Бұл зат лимфоциттердің, яғни антиденелердің өндірілуін қамтамасыз ететін ағзадағы жасушалардың өндірісіне қатысады. Міне қадірменді YouTube көрермен, қорыта айтқан кезде салауатты өмір салтын ұстанып, өз денсаулығына бей-жай қарамай, денсаулықты ешқандай да ақшаға сатып алуға болмайтын түсінген адамға оның организмі ұзақ уақыттарға жұмыс жасайды. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Өз денсаулықтарыңызды күте біліңіздер.